Hello World, сіздермен бірге IT әңгіме. Бүгінгі IT әңгіменің 5-ші шығарылымының қонағы Абзал. Абзал, өзің жайлы, немен айналысасың, кім болып жұмыс жасайсың? Барлығына сәлем, менің есімім Абзал. iOS разработчик, Кисел компаниясында жұмыс жасаймын. Жұмыс жасап жатқаныма 3 жылдан асады, осы март айында. Жақсы. Абзал, егер құпия болмаса, қандай оқу орнын бітірдің, қандай мамандық бойынша? Ең алғашқы бакалавр халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде болды. МУИТ, немесе халық арасында IT деп атайды. Бакалаврда информационный система, ақпараттық жүйелерді тәмамдап, 3-ші жылында бізде мейджор мен майнор деген таңдау керек болады. Сол мейджорда iOS разработканы таңдаған болатынбыз. Міне, получается, 3-ші курсты бітіргеннен бастап, басында аутсорс компанияда жұмыс жасады, Тредо деп аталатын. Кейін Кисел компаниясында мен жұмысымды атқарудамын. Өте жақсы. Енді сұрақ, сол ең бірінші атап өткен Тредо компаниясында, яғни университет қабырғасында сол компанияға жұмысқа тұрдың, иә? Сол процесс жалпы қалай болды? Айта кететін нәрсе, басында менде ең бірінші бэкэндтен басталған болатын. 3-ші курста менің ағайым болды, Spring, Advanced Web Development деген болатын. Біз Angular'ды өттік, фронтендпен, и бэкэндті өттік, Spring'ті. Ол кісінің өзінің компаниясы болатын, аутсорс компания. Сол жаққа өзінің оқушыларын шақырып, сол жақта ең алғашқы практикамыздан өтетін болатынбыз. Сол практиканы өту барысында бэкэндті қарап көрдім, Spring'ті, әртүрлі базаны, мысалы, бірақ өзіме ұнамады. Шынту айтына келген кезде, бірақ кейін келе бэкэндті қарап өткеннен кейін бір күні мен қолыма Уолтер Айзексонның кітабы түсті. Стив Джобс деп аталады. Стив Джобстың биографиясы жайлы от корки до корки мен бір айға жеткізбей бір аптада оқып шықтым. Оған дейін де менің Apple'дың продукциясы, Apple'дың істейтін нәрсесі, Apple'дың идеологиясы, философиясы барлығы ұнайтын. Сондықтан неге iOS разработканы қарап көрмеске деген ой болды. Бірақ iOS разработканы бастағандағы ең бірінші, бәріміз қарапайым отбасынан шыққандықтан бізге MacBook алу ең қиын нәрсе болды. Өйткені студенттік шағында сен стипендияға өмір сүресің, MacBook деген бір өте анандай нәрсе болып көрінетін. Иә, MacBookқа жетсем болды, ары қарай болды, ақшаны қырып табамын деген сияқты. Сонымен, бірақ үйтіп алдық. Содан бастап Тредо компаниясына жұмысқа кірдім. Тредо компаниясына, қателеспесем, 2020 жылдың маусым айында кірген болатын, бірақ бір қызық жайт болды ол жерде. Бірінші Колес Академиямен бір конференциясы қатысқан болатын. Сол конференцияның барысында өзім активно болып отырдым. Бір рекрутер байқап қалған-ау деймін. 2-3 күннен кейін телеграмда жазады. Абзал, мен рекрутермін. Осындай бізге джун разработчик керек деді Тредо компаниясына. Бірақ мен ол кезде шынымды айттым, я не могу предоставить тот уровень компетенции, который вы требуете, поэтому қазірге мен енді ғана бастап жатырмын, сондықтан ожидание көп болып қалмасын. Ожидание көп болып қалмасын, сондықтан мен 5-6 айдан кейін егер оған дейін жұмыс табылмаса, өзіңізге жазайын деп шештік, сол келістік. Рекрутерлардың жақсы сөзі бар ғой, будем на связи деген. Солай жазылды. Бір инсайт болды, шындығында бір принцип, шындығында айту, резюменің алдында да, жұмысқа кірерде де, кіргенге дейін де. То есть прям expectation reality бұл қалмау үшін, ожидание реальности қалай бар, соны барып айту. Сонымен сол жұмыс барыс, содан кейін оқи бастадым. Бір классикасы бар iOS разработкада, Udemy'дағы курс Angela Yu деп аталады, қателеспесем. Көбісі өтеді. Angela Yu деп аталады. Сол негізі iOS разработканы бастап жатқан адамдарға roadmap ретінде сол курсты өтіп шығуға кеңес беремін, өйткені мынандай бір баспалдағының бастамасы болып табылады. Көптеген базовый нәрселер азы сол жерде үйретіледі. Сол курсты өтіп шықтым. Соны өтіп жүрген кезде қайтадан мен уже түсіндім. Джун ретінде, хотя бы либо интерн ретінде бір жерде жұмыс істеуге бір скиллдар пайда болды. Сол скиллдар негізінде күтіп жүрген, бірақ сол рекрутер бір қызығы қайтадан жазды. 6 айдан кейін как раз оказались в то время с теми людьми, и сонымен солай бүкіл жайттар бір-біріне
сәйкес келіп келіп, қалды, иә, иә. сәйкес келіп, жазысып, бірінші интервью болды, собеседованиеден өттік. Бірақ бірінші интервьюда негізі сол технический интервью, теоретический сұрақтар көп нәрсе болды. Енді практиканың жоқтығын бәрін мен білдірдім. Айтқан болатын осындай да осындай, бірақ кейін келе мен сол жақта жұмыс жасап өттім. Бірақ басқа кандидаттар да болған болатын, бірақ мен сұраймын да кейінгі сеньорымнан, мен не үшін алдым деген сияқты. Я, мен, почему я был достоин этого деген сияқты. И ол кезде ол айтады, ең главный нәрсе, у тебя горели глаза дейді, ол прям көзің жанып тұр дейді, сондықтан жұмыс істеуге деген талпынысың өте жақсы болды, сондықтан сені таңдадым деген сияқты. Басқа негізі кандидаттар болған, бірақ кандидаттарда негізі талпынысқа қарайтын көп мән бергізді сол кезде. Бір жылдай жұмыс жасадым ол компанияда, тредада көп нәрсе үйрендім. Ең алғашқы жұмыс қиын болып келеді. Ең алғашқы продтағы сен файлдарды көрген кезде, өйткені сен туториалда мысалы 5-6 файлмен жұмыс жасап үйреніп қалғансың, и бірінші продтағы саған файлды көрсеткен кезде папканың өзі сенің бұрынғы істеп жатқан файлдарыңнан көп та. Сондай приятный шоктар алдық. Ең алғашқы коллегалармен таныстық. Ең алғаш дейлик деген сөзді естідік. Scrum, Agile, ретроспектива, осылай өтеді, адамдармен сөйлесу, коммуникация. Менде бір жақсы енді soft skill жақсы болатын, адамдармен тез тіл табысып кететін. Сол тез тіл табысының арқасында ортаға тез сіңісіп, бір жылдай жұмыс жасадым. Бір жылдан кейін енді белгілі бір компанияға келген кезде жақсы болды барлығы. Бірақ өсу керектігін түсініп, Кисел компаниясынан ұсыныс келді ары қарай. Осыдан 2 жыл бұрын, қателеспесем, именно тура 2 жыл бұрын март айында жұмыс басталды. Яғни Кисел компаниясына iOS разработчик ретінде. Жұмысыңды ауыстырдың, иә? Иә, жұмысын ауыстырған болатын Тредадан. Сонда Треда компаниясына, яғни менің байқаған инсайттарым сен айтқан бойынша, иә, ол сенің жұмысқа жалпы оффер алуыңда, ең бірінші жұмысқа, ол сондай IT ивенттар, иә, конференция, воркшоп, неше түрлі жақтарға барып жүргеннің пайдасы өте зор, иә? Біреу болмаса біреумен, ол жалпы нетворкинг қой, яғни біреумен танысасың, білсесің. Біз өзімізде мынандаймыз ғой, мысалы маған видеограф не болмаса басқа адам керек болып қалса, мен ең бірінші өзім таныстарымнан іздеймін. Ең бірінші ойыңа түседі ол таныс адам. Тура сол сияқты, яғни нетворкингтің пайдасы орасан зор болды ғой, иә? Сол екі инсайт айтса болады, негізі көріп отқан көрермендер көбінесе мүмкін IT-ға қызығып жүрген, енді келем деп жүрген, келуіне өзіне бір знак, свыше знак іздеп жүрген, мүмкін это не мое деген жүрген адамдарға. Көбінесе, мысалы, кеше 2 күн бұрын Digital Алматы өтті, әртүрлі метаптар өтеді. Қалмай бара беру керек барлығына, регистрация. Біреу болмаса, біреуінде сіз өзіңіздің адамды табасыз, и біреумен сонымен мүмкін оның танысының танысы сізге көмектесіп қалуы мүмкін. Мысалы, сіз бір-біріңізге пайдалы адамдар болатын болсаңыздар, ары қарай тіл табысып, жұмыс істеп кету ықтималдығы өте жоғары. Екінші нәрсе, ол шыншыл болу, менің ойымша, резюмеде өтірік алдамау. Мысалы, мен бірден айттым, қазір, мысалы, мен сіздерге ешқандай көмектесе алмаймын, өйткені менде сіздерге керек скиллдар қазірше жоқ. Сондықтан 6 айдан келіңіздер деді. Бірақ мүмкін солындықтан да шығар, мысалы, рекрутер соған мән бергені деп ойлаймын ше. Яғни сенің шыншылдығың, ешнәрсені жасырмай қалай бар. Иә, қалай бар солай айту, иә. Және ары қарай жұмыс жасағың келетіні, осы сфера сені қызықтыратынын сен көрсете алғаның, иә. Байқап отырғандарыңыздар, яғни айтқандай, Абзал iOS разработчик, иә? Бізде iOS разработчик, яғни жалпы мобилка жағынан бірінші қонақсың. Осы күнге дейінгі болған 4 подкастта келген қонақтарымыз қандай мамандық бойынша жұмыс жасайды, соны астында комментарийға бірінші дұрыс жазған адамға менен сыйлық бар деген осындай анонс істейсің. Жақсы, Абзал, келесі сұрақ менде. Енді мысалы, қазір IT-да новичоктар енді көп қой. Жалпы IT трендта деп айтсам болады, көбісі барғысы келеді. Осы жаңадан IT-ға ауысқысы келетін, IT-да жұмыс жасағысы келетін адамдар үшін адамдар жіберетін топ қателіктер туралы айта кетсең. Топ қателіктер енді келейін деп жатқан адамдарда, либо студенттерде дейікші. Белгілі бір IT вузда, немесе IT мамандықта оқып жатқан студенттерде мынандай қателіктер болуы мүмкін. Үшінші курсты бітіресің,
бірден жалақыға акцент қою, мысалы зарплатаға қою ең алғашқы нәрсе. То есть ең түсінетін нәрсе жалақыға акцент қою. То есть бірден сенің бір розовый очки бар ғой барлығымызда негізі. IT деген кезде барлығымызда андай үлкен зарплата болады, бірден сені алып кетесің, барлығы жасайды. Просто бір екі строка, анау мойымдағы видеолар сияқты, екі строка код жазасың, саған ақша құлай береді деген сияқты реально. Басында ондай емес қой, реально welcome to the reality реально. Басында мысалы сен тіпті тегін істеуге тура келетін жайттар болуы мүмкін да. Сондықтан ең алғашқы нәрсе руками, ногами опыт үшін жұмыс жасау. Бір совет кезінен қалған сөз бар еді ғой. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя деген сияқты. Өте жақсы. Бірінші өзіңнің имиджін қалыптастырып, soft skill, то есть бірінші опытқа көп көңіл бөлу, то есть жалақыдан гөрі. Ал екіншісі жұмыс процесінің ұнай ма, ұнамайтыны ма саған көз жеткізіп алу сияқты. Мысалы IT как престижная работа, как IT көп ақша келеді, IT андай деген сияқты көп нәрселер бар ғой қазір. Сол үшін бармау керек. Иә, сол үшін бармау керек. Мысалы ақша үшін ғана бармау керек та. Мысалы оның әртүрлі жақтары бар. Мысалы IT-да жүрген адамдарға мысалы рутинная работа деген көп. Мысалы сен бір нәрсені жасай бересің и кейбір кезде результат көрмеуі мүмкін. То есть линейный рост жоқ. Бір кезде жақсы өсесің, прогрессивно, кейбір кезде тоқтап қаласың, сондай нәрселер бар да. Сол нәрселерге көңіл бөлу арқылы сен процесстен ләззат ала аласың ба, сол нәрсе саған ұнай ма деген өзіңе сұрақ қою керек. Мысалы кішкентай кезінде егер сіз компьютердің алдында отыру ұнамайтын болса, сіз қанша ақша төлесе де сіз оған келіспеуіңіз мүмкін кейін. И burning out деген бар ғой, реально выгорание содан пайда болады көбінесе. Жанып кету, шынында да ақшасы. Сол жаңағы бірінші пунктқа қайтадан айналып келген сияқтымыз, соған келу. Үшінші нәрсе резюмені жіберген кезде налево направо лақтыра беру компанияға. Мысалы бұл қателік, иә? Иә, қателік. То есть жоқ, қателік деген кезде оның бір қазір айта кетейін, нюанстар бар. Мысалы сен HeadHunter'ды ашасың да, өзің резюмеңді жазып шығасың, полностью компанияның барлығын лақтырып тастайсың. Компанияның барлығын лақтырып тастайсың, и лақтырған кезде сен білмейсің да ол компания немен айналысады. Кейбір рекрутерлар бар, которые сопроводительное письмо дегенге қарайды. Не үшін сен оған қызықтың, почему я достоин этого места, этой вакансии деген сияқты сұрақтарға өзің алдын ала бүйтіп introduction ретінде қалдырып кетсең, сен бүкіл резюмелердің ішінде кішкене іріктелген көзге түсетін резюмеге айналу ықтималы жоғары да. Өйткені отклик жасай бересің барлығын, отклик жасай бересің и күтесің. Примерно, мысалы, саған келетін фидбэк аз болады. Тіпті кейбіреулер жазбайды, мен отклик көп тастап жатырмын, что-то жұмыс жоқ дейді да көбісі. Андай стажировка жоқ. Енді бірақ мойындау керек, қазір IT үшін, жундар үшін қиын ситуация болып тұр, өйткені жұмыс табу қиын. Бірақ сол жундардың арасында өзіңізді неге сізді алу керек екендігінде сопроводительное письмода, басқа да методтармен сіз егер дәлелдей алсаңыз, сол нәрсе сізді басқалардың арасында ерекше қылдырады. Яғни сен жаңа айтып отырсың ғой, резюме туралы. Мысалы, резюме жасаған кезде белгілі бір шаблондар бар ма? Мысалы үшін шетелдік компанияларға жұмысқа тұру үшін негізі резюмені латекста жасаған дұрыс деп айтады, чтобы скринингтан өту кезінде. Точно Word'та емес. Иә, сол сияқты біздің қазақстандық компаниялар мен сондайға аса қатты мән бермейді деп ойлаймын, иә, бірақ десе де бір шаблондары мен жасаған дұрыс па? Менің ойымша, иә, дұрыс, өйткені бәрібір мировой трендтерден Қазақстанға келіп кететін нәрсе бар да, өйткені рекрутерлар да ақымақ адамдар емес, бірден біледі да адамның қаншалықты дайындалғаны, иә, жан-жақты қарайды, қаншалықты дайындалғаны, қаншалықты реттегені. Мысалы, сосын мысалы налево-направо лақтырған кезде жундар көбінесе стектің бәрін жазып тастайды. PHP, Laravel, Spring Boot, Angular, иә, бәрін білем дейді да. Ол адамда мысалы бірден рекрутерда сұрақ пайда болады, сонда андай узкопрофильный специалист емес қой деген нәрсе ше, мысалы. Ондағы айтпаған, мысалы, олар енді туториал ретінде университетте өтті ғой. Мысалы, Laravel'da бір курс өтті, Spring'да бір курс өтті, Django'ны, может, бір курс өтті, одан кейін iOS-тан бір нәрсе өтті. Әйтеуір, все по чуть-чуть біледі, бірақ поверхностьта біледі. Бірақ көбінесе егер сіз компанияңызға қандай вакансияға байланысты
подавать етіп жататын болсаңыз, сол стектарды жазуға тырысу керек. Мысалы iOS болатын болса, оның ішінде Swift'тің ішінде мен UIKit'ті білемін, UIKit'тің ішінде осыны білемін, то есть определенный узкопрофильный. Мысалы Spring болатын болса, Spring, Apache Kafka'ны білем, микросервистардың қалай жұмыс жасайтынын білем деп келтіріп, және осыған байланысты микросервистерға байланысты мен өзім проектімді солай түздім. То есть осы туториалдарымда осындай нәрсені қолдандым деп андай на практике көрсете кеткен жөн сияқты. Нақты және бір айта кететін нәрсе, Джун мен Мидлдың екеуінің резюмесі екі бөлек болады. Өйткені Джундар енді жұмысқа кірейін жатқан резюмелерде басқа нәрсе ғой. Сен оған дейінгі нәрсені жазбайсың. Бірақ Мидлдағы мысалы резюмеде мынандай нәрсе болады. Мен компанияға қаншалықты метрика алып келдім, менің жасаған сервисім қаншалықты прирост көрсетті, командаға қаншалықты көмектесті, соны келтіруге болады. Бірақ Джунда ондай бэкграунд жоқ болғандықтан оған дейін үйренген нәрселері, жасаған проекттері деген сияқты. Мысалы кейбіреулер болады, GitHub-тарын лақтырып қояды. GitHub-ның ішінде аннан қалған, мұнан қалған туториалдар. Мүмкін там тупо не жасау, көшіріп қоя салу да мүмкін. То есть кейбір компаниялар бар, қарайды негізі GitHub-ты ашып, кәдімгідей. Бірақ енді көбісі қарайды деп ойламаймын, негізі шыны керек. Қазақстандық компаниялар. Қазақстандық компаниялар. Бірақ мен байқап қалдым алдында бір-екі компаниялар өздерінің отзывында. Бір-екі тех рекрутермен отырған сеньорлар ашып қарайтынынша, енді фильтрация жасау керек қой бәрібір неге дейін, собеседованияға дейін. Сондай. Жаңа мен есіме түсіп кетті ғой. Джундар дейді, Джундар үшін я все знаю. Ал Мидл айтады дейді, я ничего не знаю деп. Ал сеньорлар айтады дейді, никто не знает, что я ничего не знаю деген сияқты. Тура сол мен есіме түсіп кетті. Өскен сайын адамның несі, андай не сияқты, дайнинг эффект. Қаншалықты көп білсең, соншалықты білмейтініңді ұғасың. Иә, осы. Бір жағынан бірақ басқа темаға кіріп кетеміз, эффект самозванца кейбір кезде пайда болуы мүмкін, там эффект дайнинга Крюгера деген нәрсе бар ғой, мысалы. Кейбір көп білетін адамдар, мысалы, не дейді, қалай айтсам болады, синдром самозванца. Синдром самозванца дегеніміз, мысалы, негізінде скиллдары төмен адамдар көп айғайлайды дейді. Мен білем, мен барлығын жасай аламын, я больше получаю из-за этого деп. Ал кейбір адамдар негізінде жақсы скиллованный, жақсы навыктары, жақсы дамыған адамдар өздеріне өмді, сомнение да жүреді, керісінше сомнение да жүреді. То есть истина где-то между ними, ортасында реально ұстау керек, өзің білетін жағыңды көрсетіп, ал білмейтін жағынан нақты айтатындай. Өте дұрыс, қосыламын сенімен. Жаңа былай айтып кеттің ғой, сөз арасында қазіргі таңда джундарға әрине жұмыс табу кішкене қиындау деп, яғни IT саласына қазір бару қаншалықты актуалды, және жалпы былай айтқанда енді пойыз өтіп кетті ма? Әлде де баруға болады ма IT-ға? Мировой трендтер деп жатыр. Бірінші, білмеймін, былтыр лейоффтан лейофф болып кетті ғой. Мысалы, тек каналдарда отыратын, мысалы, лейофф дегеніміз яғни? Лейофф дегеніміз белгілі бір үлкен компаниялардың өздерінің штаттағы жұмысшыларын қысқартуға, сокращениеға жіберу. То есть олар сол арқылы өздерінің расходтарын азайтқысы келеді. Мысалы, біз білетініміздей, оларда сеньор разработчиктер кәдімгідей зарплата алады. Ол зарплатаны төлеп отыру оларға уже невыгодно болғандықтан ары қарай уже сокращениеға жібереді. Лейоффтар болып жатыр. Бірақ Қазақстанға жеткен жоқ сияқты. Мен бір разработчик көрген жоқпын, мен лейоффқа кетіп қалдым деген сияқты. Бірақ сонда да мынандай, болды ма? Иә. Лейоффқа кетіп қалдым. Сосын айтамыз, айта бер. Сондай болды, мысалы, бірақ Қазақстанда бір пузырь пайда болып келе жатқан сияқты бәрібір. Көп выпуск кадров көп. Сонда да бірақ актуалды әрине әлемге дейін. Цифровое развитие, Тоқаевтың кез келген сөзі, кез келген бизнесқа CRM система керек, кез келген бизнесқа IT решение керек. Оны решать ететін только осы мамандар. Енді искусственный интеллект келе жатыр, там бәрін ChatGPT мен Copilot жазады деген болмаса. Бірақ енді оның өзінде де бәрібір сапалы мамандар жерде қалмайды. Бір нәрсе түсінетін нәрсе бар. Менде келген көп адамдар сұрайды, IT-ға как войти в IT, ең бірінші қалай кіруге болады, стоит ли оно того деген сияқты. Сол сенің сұрағыңа келеді. И сол сұраққа келетін болсам, егер ол процесс саған ұнайтынына көз жеткізсең, егер сен күніне 5-6 сағат орнынан тапжылмай отыра алсаң компьютердің алдында, егер ол нәрсе саған қуаныш алып келетін болса, жоқ енді мен айтпаймын, почему нет, неге
қарап көруге болады, бірақ настойчивость, то есть бір целеустремленность керек сияқты. Жолдың басында мысалы сен қойдың ба бір нені мақсатты, и сол майлстоунға жету барысында көптеген әңгімелер, көптеген қиындықтар болу керек, бәрібір болады ше. Ол қалыпты жағдай. Сол қалыпты жағдай, сол басында бірінші жұмыс табу ең бірінші айтыдағы ең қиын нәрсе, ол бірінші жұмыс табу. Кез келген адам сұрасаң, бірінші жұмыс табу. Сол бірінші жұмыс тапқанға дейінгі егер нәрсені өтетін болсаң, ары қарай более-менее плавно ары қарай жүре береді. Енді әрине өзінің проблемалары бар ішіне кіргеннен, бірақ ең қиын нәрсе сол. Өте жақсы, келісемін. Негізі әр заманның болсын, жалпы өзінің бір трендтегі мамандықтары болады. Мысалы баяғыда бір айтып жататын еді ғой, экономистар, юристтар, сол факультеттерге өте ағылып барып жатты да студенттер. Сонда негізі бәрібірде қарап тұрсаң, кез келген мамандықтан выпуск бізде өте көп жыл сайын. Бірақ әр мамандықтың бәрібір нағыз маманы болсаң, ол жерде енді конкуренция бәрі жерде бар ғой. Сол сияқты IT-да да конкуренция өсіп келе жатыр, бірақ егер де шынымен профессионал болатын болсаң, онда саған бір орын табылары анық, иә? Бәрібір табылатын анық, өйткені сен айналып келіп, хороший специалист всегда спросит деген нәрсе, реально. Өйткені былай да қарасаң да, кім керек? Жақсы программист әрқашан да керек. Бірақ относительно, мысалы, салыстырмалы түрде басқа мамандықтарға қарағанда IT-да өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасайтын адамдар көбірек сияқты менің ойымша. Условно, мысалы, машиностроение бітірген студентпен и информационный система бітірген студент қайсының ықтималдығы жоғары мамандық бойынша жұмыс табу? Сол менің ойымша ақпараттық жүйелерді бітірген немесе ВТИ-ны бітіргенде жоғары. Немесе жаңағы машиностроениені бітірген адамның өзі IT-ға кетіп қалады. Ықтималдығы өте жоғары. Мен мысалы коллегаларым бар, көбінесе Назарбаев университетінде электроинжиниринг, automation control engineering, control инжинирингтің түрлерін бітірген. Бірақ айналып келіп, IT-да реально бір қызық IT-да. Automation engineering. Automation and control engineering. Сол. Сондай айналып келген кезде, мысалы, сенде хардверға аласың, негізі софтверға қарағанда. Өте жақсы. Абзал, енді бір мынандай сұрақ. Мысалы, әр адам, мысалы, сен қазір IT-да жұмыс жасап жатсың, сен карьераңды құрып жатсың, бір карьераның өзі пигі болады ғой. Мысалы, соны сен қалай көресің? Мысалы, мен өзімдікін айтатын болсам, мен өзімді енді болашақта жалпы карьерамның пигінде, яғни үлкен бір корпорация, сол корпорацияның ішінде IT мектебі бар, аутсорс компаниясы бар и IT стартаптар бар. Яғни сондай компанияларды басқарып отырған бір корпорацияның основателі ретінде көрем. Мысалы, енді армандау тегін ғой. Сол үшін осындай армандар болып тұрады. Ол тек арман болып қалып жатқан жоқ. Сол жолда мақсатқа айналдырып жұмыс жасап жатырмыз. Сол сияқты енді сенде де бір сондай карьераның пигін қалай көресің? Менде андай сұрақ бар ғой. Сіз өзіңіз 5 жылдан қайтып көресіз деген сияқты. Менде мысалы ең алғашқы нәрсе андай интервью кеткен сияқты. Андай нәрсе ғой. Мысалы, мендегі бір мақсат IT-да жүрген кезде қазір ішкі кухняны полностью көру. Мен бұрында осы кітапты оқып жатқан кезде мендегі бір өзіме оқыған нәрсе, мысалы, Стив Вознякпен и Стив Джобс болды, екеуі. Біреу технарь, біреу только пишет код и все, и делает. А Стив Джобс, который адамдармен сөйлесе алатын, сата алатын, компанияны басқара алатын, стержені мықты адам. Білмеймін, мен өзім soft skill жағынан, адамдармен сөйлесу жағынан көбінесе енді Стив Джобсқа жақынырақ сияқтымын ба деп ойлаймын. Одан қиындық жоқ, мен оны білемін. Сол, и сондықтан, мысалы, қазір бірінші өз саламда белгілі бір дәрежеде эксперт, мысалы, сеньорға дейін жету, көріп, толықтай түсініп, қалай жұмыс жасайтын архитектура құра алу, белгілі бір продуктыны реттей алу, командамен жұмыс жасай алу, делегировать ету деген нәрселердің барлығын түсініп, кейіннен келе өзім стартапымды ашу. Ол қазірше білмеймін қандай стартап болуы мүмкін, білмеймін. Қазақстанда шешілмей жатқан проблемалар көп. Мысалы, сен егер бір адамның проблемасын болын шеше алсаң, значит сенде стартапқа идея бар дейді. Пока сол қарап жүрмін, ондай нақты ой жоқ, мынаны бастаймын деген сияқты. Бірақ менің ойымдағы нәрсе сол, стартап ашу,
сол стартап негізінде үлкен компания құру. Иә, яғни түптеп келгенде Иә. қоғамға пайдалы болу ғой негізі әр Иә, мақсаттың соңғы нүктесі. Неге келеді ғой қайттан? Анау принцип бар еді ғой, жалпы не, икигай дегені ше. Дело, которое приносит пользу, дело, на котором ты зарабатываешь хорошо, дело, которое ты хорошо умеешь делать, и дело, которое ты любишь. То есть төртеуін тоғысқан жер дейді, сен жасай алатын жұмыс, саған жақсы ақша алып келетін жұмыс, сен жақсы қоғамға пайдасын тигізе алатын жұмыс, және қоғамға өзің жақсы көретін жұмыс. Төртеуін тоғысқан жері сол сенің икигайың дейді. Сол икигайға былай алып келетін болса, менікі сол стартап сияқты. Ары қарай құрып өзің компанияңды и Қазақстанға белгілі бір продукттан кейін ол басқалай кете беретін шығар, мысалы масштаб беріп өсету. Қазақстанда көп қой кейстер, Jet, OneFit, Joker Travel, басқа кейстер мысалы. Солардың негізінде мысалы кейін масштаб беріп өсетіп, Қазақстаннан бөлек аудитория. Мотивировать ететін барлығы, қарайсың, бақылайсың, негізі өте жақсы. Жалпы ойлаймын, көптеген IT-да жұмыс істейтін адамдардың соңғы нүктесі бір осындай үлкен армандар сияқты. Өйткені жалпы енді Мұхтар Шаханов деген ақын атамыз бар, білетін шығарсың мүмкін, сол кісінің Арман деген поэмасында, егер есінде қалған болса, соңғы шумақтарында былай айтылған, мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен адам болу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға дейді. Сол үшін армандаудан, алдыңа мақсат қоюдан адам ешқашан тайсалмау керек. Бір совет киносы бар еді, бір отрывок есімде қалыпты. Бір жас баламен егде үлкен кісі тұрады, жігіт, орта жастағы, 30-40 жастағы жігіт. Жігіт деуге келе ма, үлкен аға дейікші. Ағалық жасқа жеткен жігіт сөйлесіп тұрады, сұрап тұрады, о чем ты мечтаешь дейді. Екінші жас бала тұрады, мне бы пальто дейді. Пальтосын шешеді. На тебе пальто, мечтай о большем деген сияқты, реально. То есть всегда сондай нәрсеге алып келеді. То есть арманың саған орындалмастай болып көріну дұрыс реакция, Unreal сияқты. Енді басқа нәрсе бар, конечно, smart цели деген там, measurable, там, оны есептей алатын, сен оны көре алатын, сен оны шындыққа жанасатын, әрине. Бірақ өте үлкен болу керек, То есть өзің ол салада өзіңді көре алсаң егер, визуализировать еткен кезде сен, примерно, ойыңа келетін бір нәрсе бар ғой, сол кезде сол жақта көре алатын болсаң, сол арманға ұмтылу сен өмірлік миссияң болады деп білемін. Абзал, енді саған бүгін келгеніңе осындай өте жақсы, білмеймін, бір ерекше формат болған сияқты болды, ашылып сөйлесіп, мен де өз ойымды айтып деген сияқты. Сол үшін барлығы үшін рахмет. Жалпы бұл да сенің адамзатқа, жалпы қоғамға тигізіп жатқан пайдаңның біреусі деп білемін. Енді кімге пайдалы ақпарат болды сол адамдарға. Сол үшін де шақырғанда келіскеніңе рахмет. Негізі бұл 3-ші апта мен Абзалды шақырып жүргеніме. Екінші апта алдында негізі келе алмай болатын, әкемнің туған күні болды, сондықтан аяқ астынан кетіп қалдым. Бірақ алдын ала ескерттім. Алдын ала ескертіп айтты. Негізі графигі тығыз болса да, осылай өзіңнің ойыңмен, жалпы өмірде жинаған тәжірибеңмен бөлісіп жатқаныңа үлкен рахмет. Саған жаңа мен жалпы арман туралы, карьераңның шыңы туралы не үшін айтып жатырмын, себебі саған таңдаған сыйлығыма байланысты. Бұл сыйлық енді алдында да негіз адамдар көріп жүрген шығар, блокнотпен, ручкасымен, стикерлармен. Орысша жазылып тұр енді тілегі, бірақ қазақша айтқан кезде армандаудан жалықпа, өзің жетемін деген жетістіктеріңе, жаңа жетістіктеріңе тек алға деген мағынаны білдіреді. Мен сенің сондай үлкен белестерді бағындыратын азамат екеніңе кәміл сенемін және соған тілекшімін. Жалпы осымен енді менікі аяқталды, егер өзің жақтан сөз болса. Рахмет көп-көп. Назира, көп-көп рахмет. Алдында мен ойлап жүрген, көрдім ең алғаш выпусктарды. Сол кезде де
андай бір ой болды, мүмкін мені шақырып қалады деген сияқты. Қалжың айтамын. Иә. Сол кезде де ойладым, алдында жазған кезде бірден өйтіп Келісе сабақ кеттің, бітіп кетті, иә. иә, сабақ бітіп кетті, одан кейін бірден жазған кезде ойладым да, Назира осы несіне Подкастыма подкастына айтайын деп шақырайын деп жатыр-ау. жатыр-ау деп, иә. Иә. Сол кезде қуана келістік, шынында да рахмет көп. Бірден қуантады, мысалы мен жаңа подкасттан тыста айтып қалдым да, мен жанымдағы байқағаным бойынша ортамдағы көп адамдар осындаймен айналыса бастапты. Өзінің блогын жүргізеді, мини-блог немесе инстаграмда, немесе бір коллегам бар, өзі қазір подкаст жүргізеді, тағы бір коллегам бар, ол да подкаст жүргізеді. Біреуі марафон жайлы подкаст жүргізеді, біреуі тоже негізі разных вещах, но өмір жайлы полностью сырласу подкасты болады, сондай бір еркін форматтағы лайфстайл подкаст жүргізеді. Соны қараймын да, қуанамын, негізінде қазіргі именно біздің Z поколение, иә, алдыға қарай ұмтылу, бір орында қалып қоймау деген нәрседен. Саморазвитие, рост. Рост. Бізде FOMO әбден шынында да нетіп кеткен ғой, fearing of missing out, шынында да андай. Бір нәрседен қалып қалмау, жанына тырмысу, елдің бәрі алдыға жылжып жатыр. Андай бір конкурентті орта түзіп жатыр деген қуантады. Соған рахмет. Солардың бір үлгісі сенсің. Рахмет. Сол. Ары қарай сіңе сәттілік тілеймін. Ары қарай өсе бер, дамый бер. Бұл подкастқа министрлер келсін, бұл подкастқа Тимур Турловтар, Тимур Турлов, Ламтадзалар келсін. Солардан подкаст құрып отыр. Иә, рахмет. Жақсы. Рахмет, ендеше сау саламатта болыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі шығарылымды күтіңіздер.